Бүгін менің каналымда жаңа рецепт, ең оңай дайындалатын рулетиктің рецептісі. Бестің шайына тез әрі оңай дайындала салатын рецепт. Сіздерден қолдау күтемін. Міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Ал енді рецептісімен бөлісейін. Бізге ең алдымен кез келген түрдегі печенье керек болады. Мендегі алма печеньесі. Бізде алма печеньесі өте көп мөлшерде қалып кете береді. Егер де балаларыңызға осындай алма печеньесін алатын болсаңыздар, оны түрлі басқаша формада келтіріп печенье ретінде ұсынсаңыздар болады. Бірінші осындай печеньелерді алып, оны жақсылап ұнтақтап аламыз. Негізі блендер болған жағдайда блендермен жақсылап езіп алған ыңғайлы. Ал егер блендер жоқ болса, осылай мен сияқты оқтаудың көмегімен ұрғылап езіп алсаңыздар болады. Мінекей, енді біз осы езілген печеньемізді бір ыдысқа саламыз. Мінекей, осылай езілуі керек. Үстіне сары майды саламыз. Кез келген сары май бола береді. Бөлме температурасында болуы керек. Қолдың сары майы да жарай береді. Оны жақсылап печеньемен араластыруымыз керек. Мінекей, осылай жақсылап араластырғаннан кейін ол кішкене солулау қалыпқа енеді печеньеміз. Оның үстіне какаомызды саламыз. Какао 3 қасық немесе 4 қасық салсаңыздар болады. Мен 3 қасық салдым. Мінекей, осылай оны да біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Бұл шоколадты рулетик болады. Осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне біз қоюлатылған сүтті құямыз, яғни сгущенканы құямыз. Осылай сгущенканы құйып, оны да біркелкі массаға болғанша жақсылап араластырып шығамыз. Міндетті түрде менің каналыма кіріп қарап көріңіздер. Бұдан да өте әрі тез дайындалатын печеньенің рецептілері бар. Ал енді осы дайын болған массамызды осындай салафан немесе пищевая пленка соларды алып, осылай соның үстіне салып шығамыз. Дайын массамыздың барлығын толықтай саламыз. Яғни біз рулетик формасына енгізуіміз керек. Осылай барлығын салып болғаннан кейін біз пленкамызды ораймыз. Осылай жақсылап рулет формасына келтіріп, домалақ орауымыз керек. Төмендегі подписаться батырмасын басуды ұмытпаймыз. Менің каналымда жаңа рецепттердің шыққанын біліп отыру үшін қоңыраушаны да басып алыңыздар. Мінекей, осылай рулетик формасына келтіріп орадық. Осылай орап болғаннан кейін 1 сағатқа немесе жарты сағатқа морозильникке салып қойсаңыздар болады, болмаса холодильникке салсаңыздар болады. Мінекей, мен холодильникке салып алдым, кем дегенде 1 сағат қойдым. Осылай қойып болғаннан кейін, яғни кесіп рулет формасында дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мінекей, арасын көрсетейін. Мінекей, қараңыздар, өте керемет, дәмді әрі жұмсақ болады. Бестің шайына осылай тез жасап, үйдегілерді қуантсаңыздар болады. Кішкентайлардың өте сүйікті асы болады деуге де келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен Әйгерім.